бір әйел адам бар екен. Бойы ұзын екен да, арқасы омыртқасынан мертіккен. Кәдімгідей жүргенде иегі мына екі тізенің ортасына бүктетіліп жүреді екен. Жүрген кезде екі тізесінің ортасында иегі жүреді екен. Өзі 60-қа жетпеген 50-ден асқан адам. Маған келіп қарады. Бірақ мен анша үміттенген жоқ. Дегенмен емдеп көрейін деп, жаңағы тәсілдеріміз бойынша жаңағы мертіккен жерінен укол салдым, ине салдым, шөп дәрі тарттым, денсаулығына қатысты, қан айналымдарына қатысты системалар салдым. Содан бұл күннен күнге бас биіктей бастады. 5 күннен кейін қарасам, ұзын бір түзу адам кіріп тұр. Мен системам ғой деді. Сіз кім деп таба алмай жүрсем, әлгі бүкір адам. Өзім таңқалдым. Сосын кейін ол ертеңінде тойға барған. Тойға келе жатқанда ауылдағылар айтқан, анау бәлен сенің кемпірі, мынау бәленнің келіні, анау ортадағы ұзын кемей деп. Содан біреу айтқан, әлгі бүкір болып жүрмесін деп. Ей, бүкір анандай түзелсе, күн мына жақтан шықпай ма? Деген, содан біраз деген келсе, расындағы бүкір адам деп түзу болып кеткен. Ой, бұл қалай түзеліп кеттің дегенде, бір Қожын деген кино шыққан ғой. Сол міне жерде бір Қожын келіп жатыр екен. Сол мені түзеді, 5 күнде осы дәрежеге жеттім дейді. Сол бүткіл сол тойдағы